Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Барша мақтау Раббымыз Аллахқа болсын, Аллахтың игілігі мен сәлемі пайғамбарымыз Мұхаммедке болсын. Аллах тағала біздер мен сіздерге осы Құраннан болған ілімдерді, сол ілімге лайықты амалдарды, және ол амалды ықыласпен орындауымызды Аллах баршамызға нәсіп етсін. Бүгін енді сол 34-ші хадиске келген екенбіз. Ан Аби Саид ал-Худри радиаллаху анху. Абу Саид ал-Худри атты сахабадан екен. Самиату Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям яқул дейді. Естідім дейді, Аллахтың елшісі айтады дейді, ман раа минкум мункаран. Кім сендерден көрген болатын болса мункар бір істі, шариғатқа қарамағыш істі, фалюғаййируху биядихи, оны тоқтатсын деп негізі тікілейміз. Сөзбіз аударсақ, өзгертсін. Тағйир өзгерту. Қолмен өзгертсін. Фаиллам ястатиъ, егер оған шамасы келмесе, фабилисанихи, оны тілімен өзгертсін. Фаиллам ястатиъ, фабиқалбихи, оған шамасы келмесе, яғни тілімен өзгерту шамасы келмесе, фабиқалбихи, жүрегімен өзгертсін дейді. Вадалика, енді осы жүрекпен өзгерту, адаафул иман, иманның әлсіздігі деп түсіндіреді екен. Бұл енді имам Муслимнің риуаят еткен хадис екен. Бұл хадисте өте маңызды хадистердің бірі өзі. Жақсылыққа шақыру, жаманнан қайтару тақырыбын өте қамтыған. Бірінші енді бұл жерде сөзге кірейік. Кім көрсе сендерден мункар деген сөз біз айтып кеткенбіз. Өзі мысалға келеді ғой, мысалы исламда парызымыз әл-амру бил ма'руф ва нахю анил мункар деп келеді. Бұның алдында біз сіздерге бір айтып өткенбіз. Жақсылыққа бұйыру, әмір деген бұйыру ғой. Ан-нахю анил мункар, тыю мункардан. Ма'руф деген арабтың егер тілдік мағынасын алмаса, ма'руф белгілі, таныс деген сөз береді. Сонда біз көбінесе оны жақсылыққа шақыру, жаманнан қайтару деп аламыз, осыны. Нарда мункар деген сөз кішкене келіп отыр. Осы жердегі енді сөзіміз болса, ма'руф таныс дүниелер. Мункар антоним бейтаныс дүниелер. Түсіндіңіз ғой? Келеді ғой, Балқистың несінде? Наккиру. Айтқанда бейтаныс қылып тастаңдар. Танымайтындай қылып аршасын, жаңағы несін тағын өзгертіңдер деген сияқты келеді. Енді таныс деп отқаны бұл шариғатқа сәйкес келген әрбір жақсы іс, жақсы сөздер, бұлар таныс дүние. Неге ол таныс деп аталды? Бейтаныс деп отқанымыз бұл әрбір Аллахтың Құранына және пайғамбардың сүннетіне қарама қайшы келген дүние, күнә істер. Бұлар неге мункар деп аталды? Соны бір тоқталып өтейік. Өйткені жалпы адамды Аллах Тағала жаратқан кезде не үшін жаратқан? Ғибадат үшін жаратқан. Уама халақтул джинна уал инса илля лиябудун. Аллах айтады, мен жаратқан жоқ жын мен адамды, бірақ жараттым тек қана ғибадат үшін. Сонда Аллах адам баласын жаратқан кезде оның фитрасы таза болады. Фитрасында негізі бір Аллахқа сыйынғысы келіп тұрады. Фитрасында жақсы істі істегісі келіп тұрады. Кішкентай қазақта мақал бар, балалы үйде ұрлық жатпайды дейді ғой. Өйткені бала өтірік айтпайды. Оған әке-шешесі өтірік үйретпейінше, бала өтірік айтпайды. Қалай? Мүмкін үлкен адамдарды бір жасырғысы келіп тұратын нәрсе бар шығар. Бала не бар, соның бәрін айтады. Бұрынғы уақыттарда қылмыскерлерді ұстау үшін балаларын пайдаланатын болған, Үйінде мылтық бар ма десе? Жоқ, менде жоқ десе. Былай кеткеннен баласына кәмпит беріп қойып, үйінде мылтық барса, папам диванасы қойып қойған деп айта салады. Өйткені ол фитрасында өтірік айтпауға бейімделген. Ол әкесін жамандық ойлап тұрған жоқ. Ол өтірік айту жаман екенін біліп тұр, түсіндіңіздер ғой? Адам табиғаты таза кезде жаман нәрсені жаман деп қабылдайды. Бұны табиғи тазалық деп қоямыз. Кейін сол нәрсе уақыт келе өзгертіледі. Адамның фитрасын қоғам, саясат, шайтан, жаман достар өзгертеді. Сол үшін бұл орта деген өте қатты мән беретін дүние. Түсіндіңіздер ғой? Балаң кіммен дос болды, мән беру керек. Қызың кіммен дос болды, мән беру керек. Әйеліңнің достары кім, мән беру керек. Ол әсерін тигізеді бір-бір. Бізге әрбір жұмада оқып тұратын Құранның өзіне келеді.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر, sabır, nafsaka, өзіңді сабырлыққа үйрет келеді. Не нәрсеге? Бірге болуға кімдермен? Мa'аллазина yad'un, олар Құдайға ғибрат, дуа қылады, жалбарынады. Билғада, ертесінде де, уал аши, кешке де. Сонда азаннан Құдай деп таң атырады, Құдай деп кеш батыратын адамдар бар. Юридуна ваджа, олардың мақсаты Аллахтың ризалығын. Осындай адамдарды көрсең, солармен бірге болуға үйрет дейді өзіңді. Бұл жерде ол саған ештеңе уағыз айтпауы мүмкін ол адам. Бірақ солармен жүріп тұруың сені уже тәрбиелейді. Тура сол сияқты жаман бала. Олармен жүрген балаң, сен олардың жамандығы, олар ішіп жатыр, олар зина істеп жатыр, бірақ сен балаң зина істеп жатқан жоқ. Бірақ солармен бірге отыра білетін болатын болса, бір күні өтеді. Олар айтпайды. Бір күні өтеді. Сол үшін әл-мару аля дини халилиhi, кісі досын дінде дейді. Сонда бір айтайын дегеніміз, жалпы адамды Аллах Тағала жаратқан кезде көркем күйде жаратқан, «Валақад халақнал инсана фи ахсани тақуим». Адам баласын біз өте көркем келбетте жаратқанбыз, фитрамызда біз уже жақсылық жамандықты білеміз. Сол үшін сенің фитраң тазаланған кезде Құдайдың бұйырған құлшылығының бәрін рахаттанып орындайсың да. Өйткені сен миссияңды орындап жатсың. Ал енді сенің фитраңның бұзылған белгісі саған Құдайдың бұйрығының бәрі ауыр. Бірақ күнәсінің бәрі оңай. Түсіндір ғой? Бұл уже төңкерілген уже дүниесінің бәрі. Фитрасы бұзылған адам дейді оны. Құран тыңдаған кезде қысылатын адамдар болады. Кәдімгідей қысылатын адамдар болады. Құран айтына келеді ғой? Факаннам яссауна фиссама, көкке көтеріп барған сияқты өкпелері қысылады дейді. Енді осыған ғалымдар кейін таңғалып отыр бұл аятқа. Өйткені жоғарыда ауаның қысымы, ауа жоқ болған екен, қысым күшейеді, адам өкпесі қысылады, не боламайды. Сол үшін скафандр келді. Ал енді Құдайдың сөз айтылған жерде кәпірлердің көкірегі қысылады. Сіздер біразыңыз уже дінде жүрсіздер, уағыз айтқан шығарсыздар, біреу тыңдаған шығар. Осы бір дастархан отырады ғой, бәрі күліп, ойнап, қалжыңдап, бір-бірін еске алып, анекдот айтып, күліп, мәз болып отырған дастарханға отырып қалыңыздар, туысқандарыңыз ба, жоғанда басқа біреу ма. Сосын можно 5 минут деп бір. Сен әшеге дейсің, можно сен сразу күлкі тоқтап қалады. Уже өздеріңізде қазір біліп отырсыздар ғой, не? Примерно. Өйткені ондай случай, мен 1000 рет ондай случайға түскенмін. 20 жыл болып қалды, Аллахтың сөзін жеткізсем деп жүргенмін. Аллах біледі, қаншалықты дұрыс істеп жатырмыз, дұрыс істеп жатырмыз. Ықыласымыз қай кезде дұрыс болды, қай кезде дұрыс болды, Аллах біледі, Аллах әйтеуір сауаптан махрұм қалдырмасын. Кәдімгідей қысылады. Сол кезде уже сағаттарын қарай бастайды. Ох, завтра на работу. Оған не айтылған жоқ. Оған отыра беру мүмкін. Тура сол кезде керек емес ана батыңыздар. Бір кеп тұр ғой, есті қарашы деп уже біреу сөйлей бастайды да. Біреу басқа, әйтеуір ешкім тыңдағысы келмейді, бірақ та сен соны әйтеуір сенің сөзін қайтара алмаса олар. Сен әйтеуір насильно не қылып, мен бір айтайын, көп емес бір аят айтайыншы, бір хадис айтайыншы деп айта бастаған кезде байқайсыздар ма? Біреулер тыңдауы мүмкін, жүректері әлі таза адамдар, фитрасы болмаған. Бір адамдар прямо қысылады. Жүрегі қысылған адамдар көргенсіздер ме? Ауыз жетпей не қылып, флешканы ашыңдаршы, бүйтіп мазасы кетіп түрі бұзылады ғой. Прямо қысылған адамдарды көресіздер сол кезде. Бүйтіп не қылып, қайташ не қылып, түрі бұзылып, деп орнынан тұрғысы келіп, шыдай алмай астынан су шыққандай, өкпесіне ауыз жетпей жатқандай, деп қайта-қайта аузын деп ауа сорып қиналып кетеді да. Уже фитрасы бұзылады. Түсіндір ғой? Өйткені Құдайдың сөзі, пайғамбардың сөзі, құлшылық, жақсылық, ол адамға мәруф болу керек, белгілі болу керек. Мысалы енді қараңыздар, бәріміз отырмыз. Танитын бір адам кіріп келді. Біздің түріміз қандай болады? Жадырайды, о, қалайсың? Көптен көрдім, о, кел, төрге шықты. Кірдім. Жүзің жадырайды. Өйткені неге? Сен одан танисың. Енді отырсың, өзіңмен өзің ешкімді танымайтын біреу кіріп келді. Келді дастарханға отырып жатыр да. Амандасып қалсаң, деп қойсың. Бірақ бетің күлмейді. Кім деген сұрақ тұр да? Өйткені сен танымайсың. Түсіндір ғой? Тура сол сияқты адамның фитрасы таза кезде Құдайдың сөзі,
намаз деген кезде бұл таныс дүниелер. Өйткені сен сол үшін жаратылғансың. О, Алла үшін ба? Ай, машалла. Ал күнә саған бейтаныс. Түсіндір ғой? Күнәдан сен жиіркенеді. Ал енді сен қай кезде күнәдан жиіркенбей, жақсылықтан баққанда үрпейісіп қалатын болсаң жақсылықтан, онда сен фитраң бұзылды. Сол үшін бұл жерде жақсылықты шариғатта мәруф дейді, таныс дүниелер дейді, күнә істерді мұнкар бейтаныс дүниелер дейді. Бейтаныс дүниелер. Енді бұл хадисте бізге келіп отырғаны Мән ра'a минкум мункаран, кімде-кім сендерден көрген болатын болса, мункар, яғни бейтаныс сөзбе-сөз аударсақ, ал енді шариғаттың тіліне аударатын болсақ, әрбір шариғатқа қарама-қайшы болған істі көрген болатын болса деп келеді. Онда ол адамға міндеттелетін нәрсе өзгертсін, қолымен. Бұл жерде құрт тоқтатсын деп жатқан жоқ, өзгертсін деп жатыр. Түсіндір ғой? Жақсылық қарай өзгертуге тырысу керек. Бірақтан хадистің басы мынаны бәріңіздер. Қай кезде? Мән ра'a, көрсе. Сәми'a болатын болса, дәлел алып келу керек. Түсіндір ғой? Естігенде әлі толық информация деп алмаңыздар. Лайсалла хабару кәл аян деп келеді хадисте. Осы хадис. Естіген нәрсе көрген сияқты нәрсе емес дейді. Көрген сияқты емес, кәл аян. Көрген сияқты нәрсе емес. Енді бұл жерде қарасақ, мысалға, пайғамбарымыз мынандай әдеті бар да. Мүмкін сіздер білесіздер, пайғамбарымыз бір күні жұма кезінде хутба оқып жатыр. Бір сахаба келді де отырып қалды. Пайғамбар не деп айтты оған? Тұрып намаз оқы деген жоқ. Бірінші не деді? Намаз оқыдың ба деп сұрады. Түсіндір ғой? Өйткені бұл сұрақ әдепті негізі. Егер ана отырса, тұр, намаз оқыса, бұл әдеп емес. Түсіндір ғой? Пайғамбар сөйледі, «Хәл соллайта, намаз оқыдың ба?» деді. Мүмкін пайғамбар көрмеген шығар ол намаз оқыған. Сұрап алды да. Түсіндір ғой? Өйткені адамға әлі нақты оның жағдайын білмейінше үкім етуге болмайды. «Хәл соллайта, намаз оқыдың ба?» деді. Жоқ деңіз, «Құм, фасолли, тұрып, намазыңды оқып алды». Яғни бірінші анықтады. Сол үшін саған, әсіресе мұсылмандардың арасында мұсылман мен мұсылман туралы информация жеткен кезде жағымсыз анықтау керек, түсіндіңіздер ме? Сразу ол жерге келіп инкар жасар. Дұрыс емес, ол аузубилля, Құдайдан қорықсын, ол не ол? Не оққан сонда? Сен уже шариғат лайық істеп жатқан жоқсың. Сенде конкретно ол, сен көрмедің ба? Естіген болмасаң, онда не істеу керексің? Табайюн жасау керексің. Түсіндіңіздер ме? Анықтау керек. Абдулла ибн Масудқа бұл жерде көрудің маңыздылығын айтып жатырмын да. Яғни ол мұнкардың істеп жатқаны явный болу керек та, шатаспауың керексің. Өйткені ойлар қате бола береді. Ойлар қате бола береді. Абдулла ибн Масудқа біреу айтады, «Фуланун яқтуру яхияту хамран». Енді сөз біз аларсың, пәленшен сақалынан арақ тамшылап отыр деген сияқты. Біреу үйінде тығылып арақ ішіп жатыр деген әңгіме айтады да, Абдулла ибн Масудқа, сахаба ғой. Сонда Алла Масуд, «Аузу билла, не істеу мұнафиқ бол? Неге олай істейді? Неге қалай қылады?» деп әңгіме бастаған жоқ. Абдулла ибн Масуд ана арақ ішетін адамды, ол ішкен ішпегеннен белгісі, анау мүмкін естіп келіп отқан шығар. Пәленше арақ ішіп жатыр деген әңгімені естіп келді. Сонда охо, сонда не болды деп ол туралы жаман ойға түскен жоқ. Мына адамды ескертті да, жеткізген адамды. Нухина анит таджассус деді. Біз біреудің кемшілігін аңдаудан тыйылған халықпыз деді. Неге Алла Масуд көрген жоқ? Егер оны тыю үшін, аузу билля, ол не қылған мұсылман деу үшін, ол жерде не істеу керек? Табайюн, анықтау керек. Ал көрген кезде явно, түсіндіңіздер ғой? Сол үшін бұл хадисте анықтаңыздар. Мән сәми'a минкум мункаран деп тұрған жоқ, кім естісе деп отқан жоқ, кім көрсе деп отыр. Сол үшін әсіресе мұсылман мен мұсылманның арасында сондай бір нәрсені көрген кезде точность керек, нақтылық керек. Ол шынымен солай болды ма, болмады ма? Ойға ерік бере беруге болмайды. Я айюхалладина аману, иман келтіргендер, ижтанибу, сақ болыңдар, не дейді? Кәфирме Аллах. Күдіктерден, ойлардан сақ болыңдар. Неге? Инна бa'дазон исмекен, кейбір ойлар күнә. Ол сені ойлап тұрғандай нәрсе емес болуы мүмкін да. Өйткені шайтан бар ғой мына жақта.
Сен мен бауырың арасын бұзу үшін шайтан саған бірінші жаман уасуас салады. Сен бір көріп қаласың да, біреу тұрып дәресінде жатыр екен. Иманы әлсіз екен. Хадис бар ғой, пайғамбарымыз отырып дәресінде тұрған, бұл не? Тағы да елге уағыз айтады, мынаусы не? Мүмкін ол жер тікен шығар. Мүмкін ол тұрған жерде бір лас бірдеңе бар шығар. Мүмкін ол ашық жер болғаннан кейін отырса әуретім көп көріп қалынатын болды деп әуретін жасыру үшін тұрып не қылып шығар. Мүмкін тізесін ауыртып алған шығар. Түсіндіңіздер ғой? Яғни бірінші зонну бил минал хайра, жақсы ойда болу керек. Өйткені мұсылман туралы жаман ойды бірінші шайтан береді. Ал анда оны егер біліп отырмаса, нақтылап, одан кейін барып ескерту керек болады. Енді кім көрген болмаса, көру енді бұл естігеннен гөрі ақиқатқа жақын. Қазақта да мақал бар, өтірік пен шындықтың арасы не дейді? 4 елі деп қояды. Неге? Құлақ пен көз айтып отыр да, 4 елі. Мына өтірік, мына шындық деп отыр. Тура хадиске дәл келеді. Естіген көрген сияқты емес дейді. Арда көрсеңдер деп отыр да. Яғни сен оны мункар деген нақты білуің керексің. Дейді деп жатыр деген әлі ол толық информация емес. Егер сен дейді деп жатыр деп біреу келген болмаса, егер айтқаның рас болса деп жауап берді. Деп жауап берме. Ол деген біліп едім, сол өзі иманы әлсіз еді деп бастама. Өйткені сен қателесіп қалуың мүмкін. Бұл жерде табан жасау керек. Енді кім сендерден бір мункар істі көрген болса, шариғатқа қарама-қайшы іс. Бір бидағат па, күнә ма, арақ ішіп жатыр ма, басқа алып жатыр ма, онда бірінші қағида не істеу керек екен? Қолмен өзгерту керек. Тыю керек. Бірақ қолмен өзгерту бүкіл адамның қолынан келе бермейді. Түсіндіңіздер ғой? Бұл көбінесе қолмен өзгерту құқығы бар адамдар жасай алады. Мұсылмандардың бәрін емес. Мұсылмандарға 3 мәртебе тұр да. Қол, тіл, жүрек. 3 түрлі жағдай тұр. Енді көбінесе қолмен тиятындар өкімет адамдар. Мемлекет. Түсіндіңіздер ғой? Өйткені оның қолында ондай құзыр берілген. Егер бір жерде біреуді ұрып атқан болатын болса, ол барып ол адамды қамай алады. Арақты тыйым сала алады. Түсіндіңіздер ғой? Жеке адам, әсіресе біздің қоғамда, біз барып қазір бір магазинге барып, бүгіннен бастап саған арақ сатуға тыйым саламын десең, не істеуіне мүмкін? Сатушылардың бәрі шеге қатып күлуі мүмкін ғой? Жұмыс шығар еді. Ескертем, бүгіннен барып сендерге арақ сату тыйым саламын. Ал өкіметтен андыр келіп қалатын болса, бүгіннен бастап тыйым салса ойланып қалады. Не істейміз дейді. Сол үшін бұл жерде қолмен қайтаруға мүмкіндігі бар адамдарға. Түсіндіңіздер ғой? Тура сол сияқты мысал алатын болсақ, Алла сақтасын, мысалы бір еркек өзінің әйелінің зина жасағанын көрді. Зинаған жасағанын көрді, ол әйелін мысалға шариғатта зинаның жасағанның үкімі өлім жазасы деп тасқын ұрып өлтіруге, болмаса атып өлтіруге, бауыз өлтіруге правасы жоқ. Түсіндіңіздер ғой? Ол 4 куәгер алып келу керек. Негізі ойлап қараңыздар, 4 куәгер нереальный ғой, дұрыс па? Яғни бұл айтқанда оны өлтіруге асықпайтындығы. Түсіндіңіздер ғой, шариғат? Адам өзін мойындамайынша оның зинасын анықтау қиын. Екең болса адамдар өте бір бітіп, уже шайтан соңына түсіп, ашық зина көшкен адамдар болмаса. Өйткені кафір да біледі зинаның күнә екенін. Нардан ал ночной клуб бар ғой, Қарағандыда, Ата-Марғаған еді. Ержан ода ғой деме? Соның сыртына жазып қойыпты бір еді. Енді ночной клуб соған қарағанда аты да жақсы емес қой, жаман болу керек, ішінде неше түрлі нәрсе. Колючка болып қойған, злая собака деп қойған, вход через охрану деп қойған. Сонда сол жерге сыртына кейін сауна соқты да бүйтіп жазып қойыпты да. После Фата-Морганы вы можете смыть свои грехи нашей лучшей бани деп та жазып қойыпты. Яғни кафірлер біліп тұр да оны. Күнә екенінше. Неге? Фитраның ар жағында сыбырлап жатыр да. Бұл дұрыс емес. Енді қараңыздар, Алла сақтасын, егер бір мұсылман өзінің әйелін зина жасатқанын көретін болса, оны өлтіруге құқысы жоқ. Зина істеді.
еркекті де, әйелді де. Егер ол өзін өзі ұстай алмай, әйелін өлтірген болатын болса, не үшін өлтірдің десе, өйткені әйелін зина істеді десе, 4 куәгер жоқ па? Оған қасас төлетеді, болмаса өзін өлтіреді. Аллахтың алдында құлаған жер, бірақ ол бәрі адам өлтірді. Өйткені правасы жоқ. Түсіндіңіздер ғой? Яғни оның ақтайтын, оны басқалар, оны қазылар, оның қолында мүмкіндік бар адамдар. Сол үшін көбінесе енді қолмен қайтару әкенің балаға, ағаның ініге жүру мүмкін. Әкесі баласының бір күнә іске баратқанын көрді. Ол баласын ұра алады, баласын тия алады, баласын қамай алады. Ағасы інісін тия алады, қолмен тоқтата алады. Арақ ішіп жатқанын көрді, арақ алып лақтырып жіберді. Насихат қылды. Бұл көбінесе қолмен қайтаратындар, қолында мүмкіндік бар адамдар. Сол үшін бұл жерде самасуд деген исламда жоқ. Түсіндіңіздер ғой? Біреу бүйтіп жатыр, күнә істеп жатыр, бұның жазасы өлім жазасы, бұның жазасы дүре, басқа түген, анау мынау деп, әркім өзінше оның үкімін шығаруға хақысы жоқ екен. Бұл жерде қолында мүмкіндік бар адамдар ғана берілген. Енді фаиллам ястати, оған шамасы келмесе, яғни бұған шамасы келмей қалатын жағдайлар бар. Онда не? Фабилисанихи, тілімен. Бұл ең көп жасалатын. Әрбір Құраннан білімі бар, хадистен білімі бар адам. Бірінші өзі жамандықтан қайтару үшін, жақсылыққа шақыру үшін, мынандай нәрселерді естен біліміз керек. Жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтарудың алдында бірінші ілім тұру керек. Әл-ілім дейді. Кезінде, фиаснахи, уақытысында әл-ілім жұмсақ тұру керек. Соңында ас-собр, сабырлық тұру керек. Яғни адам бір жақсылыққа шақыратын болса, білу керек соның жақсылығы екенін. Жамандықтан қайтарған болса, ол білу керек оның жаман екенін. Яғни одан Құраннан сүннеттен дәлел болу керек. Ширктің күнә екенін білді, ол уже қайтару керек. Палашу күнә екенін білді, қайтару керек. Яғни жақсылыққа шақыру үшін білім керек, жамандықтан қайтару үшін білім керек. Білім болған екен, айтып жеткізу керек. Енді айтайық, бір адам үйінің қасында базар бар. Базарда бір кемпір пал ашады. Ол сол жерден азаңда бір кешкен бір өтеді. Әрдайым сол кемпірді көреді. Ол пал ашып отыр. Жүрегі өліп қалмау керек та. Столдың қасына өткенсе ары бері өтіп кетіп, ол жақсы емес. Ол оған барып сөзбен айту керек. Апа, сіздің мынау істеп отқан адамы істірлігіңіз шариғатқа қарама-қайшы. Бұл шайтан істерден. Құранда аят бар. Бүкіл ғайыпты Аллах біледі, оны ешкім ашкер етпейді. Пайғамбарымыздың хадис бар, ман ата аррафан. Кімде-кім көріп келуге баратын болса, пайғамбардың келтірген Құраннан қарсы шыққанмен тең болмаса 40 күннің намаз қабылмайды деген. Мұны 10 күнде ескерту керек. Егер ол ауызбен айтқанға тыңдамайды десе, егер оған аятты, хадисті сол түсінетін, қазақша болса қазақша, орысша жазып берсе, ол да сөзбен қайтарудың қатарына кіреді. Жазу сөзбен қайтарудың қатарына кіреді, түсіндіңіздер ғой? Егер берген болатын болса. Сол үшін ғалымдар жазу сөздің қатарына жүретін кіргендігі үшін, мысалы, еркек адам өзінің әйеліне телефонмен сообщениеде сен талақсың десе, талақ түсе береді. Оның дауысын естімеген болса. Бұл жерде сен тілмен қайтару, егер оны айтсаң, жазып берсең, мынау дұрыс емес деп, оны қайтарған боласың. Мәселе, біз біреуге намаз оқы дейміз, біз біреуге серік қоспа дейміз, біреуімізге палашпа деп жамандықтан қайтарамыз, мысалы, арақ ішпе деп айтамыз. Бірақ ол арақты тастай ма, тастамай ма, палдарға доғара ма, доғармай ма, намазын бастай ма, бастамай ма, ол үшін жауап бермейміз, айтпаған үшін жауап береміз. Түсіндіңіздер ғой? Біздер жауап береміз. Пайғамбарлардың өздері сұралады. Деп Құранда айтылады ғой. Пайғамбар келген халықты да сұрақ қаламыз, пайғамбарларды да сұрақ қаламыз. Халық айтады, сендерге ескертті ма, пайғамбарлар келіп те сұрақ қалады? Ал пайғамбар айтады, жеткізіңдер ме деп сұрақ қалады. Түсіндіңіздер ғой? Тура сол сияқты ілім егесі біз пайғамбардың үмбетімін деп өзімізді есептейтін болатын болсақ, онда Құранда бізге айтты, «Құл хадихи сабили», айт бұл менің жолым. Қандай жол? «Әдү илаллах», Аллахқа шақырам. «Ала басиратин», көрегендікпен, білімменен.
Ана пайғамбар айтты, мен деді, уа марит табани, және маған ергендер деді. Кім өзін мен пайғамбар Мұхаммед саллаллаху үмбетімін деп есептейтін болатын болса, оның жүрегінің түбінде жақсылыққа шақырам, жамандықтан қайтарам деген сенім тұру керек. Қойшы ғалымдар бар ғой десе, бұл ән дұрыс емес. Сен толық ерген жоқсың. Ешоқта мұсылман адам күнәға риза болмайды. Одан кейін жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтармайтын адам сол жақсылықтан өзі махрұм қалып, сол күнәға өзі ұрынып қалуы әбден мүмкін. Түсіндір ғой? Сонда екіншісі, бұл ең көп жасалатын нәрсе, бұл немен қайтару? Тілмен. Тілмен қайтарған кезде ол жерде білім болу керек, ол жерде хилм болу керек, жұмсақтық, ол жерде сабыр болу керекті болып табылады екен. Фаиллам ястати фабиқалбихи, егер оған шамасы келмесе, жүрекпен қайтарсын дейді. Жүрекпен қайтару дегеніміз не? Бір отырыс, арақ ішіліп жатыр. Қолмен арағын алып тастай алмайсың, дастархан сенікі емес. Сөйлейін десең, ешкім тыңдамайды. Мазақ қылайын деп отыр. Тілмен айта алмайды. Онда олардың арақ ішіп отырғанын сен жүрекпен жақтырмауың керек. Ал жүрекпен жақтырмаған белгісі, сенің жүзіңнен белгісі біліну керек та. Жүрек деген ол оңай нәрсе емес. Жүректе, мысалы, сен біреуді жақтырмасаң, бетіңнен көрінеді. Жүрегің шырайса, бетің шыраяды. Жүрегің қуанса, бетің қуанады. Яғни, дастархан арақ ішкен жерде отырып, күліп отырған адам, жүрегіне ренжіп отыр, ол өтірік. Ол отыра алмайды ол жерде. Оның жүрегі қысылады. Кәдімгідей кафірлердің табиғаты бұзылғандардың Құран аятын естіген кезде жүрегі қысылған сияқты, мұсылманның жүрегі күнәні көрген кезде қысылады да. Ол жерде отыра алмайды. Онда ол жерден кетіп қалуға тырысады. Түсіндір ғой? Одан болмаса жүректен ренжиді. Өйткені жүрекпен ренжімесең, онда ол күнә сенің жүрегіңді өте бастайды. Түсіндір ғой? Енді бұл жүрекпен ренжу не дейді? Вазалика адафул иман. Иманның әлсіздігі дейді. Осы иманның әлсіздігі. Енді қараңыз. Егер сен мұнкар күнә іске бір ширк бола ма, бидаат бола ма, арақ ішу бола ма, зина бола ма, оны қолмен қайтармасаң, тілмен қайтармасаң, жүрекпен ренжімесең, онда не қалды? Ештеңе қалмайды. Яғни сенің жүрекпен ренжігеніңіз бұл иманның әлсіздігі деп отыр да. Онда жүрекпен де ренжімен деген не болады онда? Не қалды онда жағында? Онда өте қатты қорқу керек. Мұсылман адамды оған тыным бермейтін нәрсе осы сезімдерді негізі. Ол әр қашан адамдарды жақсылыққа шақырсам, жамандықтан қайтарсам деген ойда жүреді. Ол ойлайды. Қалай тиісем екен? Көрді ма, бірден тиіп тастауға тырысады. Өйткені осымен оған сөйледі. Және жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтару бұл пайғамбарларымыздың істеген істері. Аллах Тағала тілі жоқ пайғамбар жіберген жоқ та. Бүкіл пайғамбардың тілі бар. Бәрі сөйлеген. Сол үшін оның үмбеті де сөйлеуге тиісті. Егер сол мен пайғамбардың соңында жүрмін, жолында жүрмін деп есептейтін болатын болса. Егер екен бұған нем қайда баласысақ, қағида сондай, уағыздамасаң, уағыздаласың дейді. Сенің оларға уағың өтпесе, олардың уағы саған өте бастайды. Олар қарап жатпайды. Өйткені бұл қағида сондай. Бір жерде бір сүннет тоқтатылса, біліңіздер бір бидағат пайда болады. Егер бір жерде бір бидағатты өшсе, ол жерде бір сүннет тірілік деген сөз. Бұлар бірін-бірін игеріп отырған дүние ғой, түсіндіңіздер ме? Сүннет пен бидағат бұлар бірін алысып жатқан дүние. Сүннет күшейген сайын, бидағат ол шегіне бастайды. Бидағатқа жол берген сайын, сүннет шегіне бастайды. Тура сол сияқты таухид күшейген сайын, ширк сөне бастайды. Ширк күшейген сайын, таухидты итере бастайды, тарай бастайды. Арқасында. Тура сол сияқты күнә көбейген сайын, ол жаңағы жақсы істер, құлшылықтар шегіндіре бастайды, құлшылық күшейген сайын, күнәні шегіндіре бастайды. Бұл арпалыс. Сол үшін таухидтың жеңілу үшін
сүннет таухидтың ширкті жеңу үшін, сүннеттің бидағатты жеңу үшін, құлшылықтың күнәні жеңу үшін бізге онда не қолмен қайтару керек, не тілмен қайтару керек, не жүрекпен ренжу керек. Жүрекпен ренжу ол иманның әлсіз. Әлсіз имандар жүрекпен ренжіп қойып жүре береді. Ал енді жүрекпен ренжімей қалған болатын болса, өзі қоса тұрып билеп кететін болса, мен ішпеймін ғой, ал жас кезінде ішкен сендер шеберіндерге өзі арақ құйып беріп отырған болатын болса, ал енді сіз ішпесеңіз ішпеңіз, енді ақсақал енді бата беріп қойыңыз десе, ал деп ішкендерге бата беріп қойып отырған болатын болса, онда бұл жай бір физкультура оқылады ғой істеп жүрген тірлігінің бәрі. Бұл өте бір маңызды, керекті болған хадистердің қатарына кіреді екен. Жаңағы жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару бабындағы негізгі міндеттердің біреусі екен. Ал енді біз айтып кеттік, егер біз сөзімізді айтқан екен, олар тыңдамаған болатын болса, ол үшін біз Аллах алдында жауап бермейміз. Өйткені бізден де абзал адамдар болған, олар пайғамбарлар, саллаллаху алейхи вассалам, олар да адамдарды жақсылыққа шақырған. Жақсылыққа шақыру барысында олардың да сөзі қабылдамаған кездер болды, олар тыңдамаған кездер болды. Одан кейін шайтанның бір жұмысы, кімде-кім жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтара бастаса, ол адамды елге жаманат ету, ол шайтанның жұмысы. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам жақсылықтың ең ұлысы таухид болатын болса, мұнкардың ең жаманы ол ширк. Сол кісі сол нәрсеге шақырды. Бірақ пайғамбарымыздың өмірін білесіздер, пайғамбарлыққа дейінгі өмірі, пайғамбарлықтан кейінгі өмірі, пайғамбарлыққа дейінгі өмірінде ол кісінің өмірі, өмір сүру үрдісі, субханалла, ондай ол кісінің өмір баянын, ол кісінің несін, көз жасыңды тамызбай оқу мүмкін емес те негізі. Білесің де, ондай адам ең үлкен бір адамзат баласының ең үлкен шың екенін білесің. Мен бір христиан кісінің ислам дінін қабылдағандағы айтқан сөзін естіген едім да. Ол кісі көп жыл христиан дінін ұстанған, христиан дінін уағыздаған, кейін ислам дініне өткен, кітабын оқыған едім. Сонда келтіреді, мен дейді кейін Мұхаммед дейтін пайғамбардың дейді өмірбаянын оқыған кезде, оның қасында Иса кішкентай бала сияқты көрініп қалды дейді. Иса туралы біз чудесное рождение деген сияқты соны білеміз. Одан кейін жаңа бояуларды өзгерткенін, өлгендерді тірілткенін деген сияқты сол нәрселерді білеміз дейді. Ал пайғамбар Мұхаммедтің дейді өмірде туғаннан бастап өмірде өткеннің бәрі әрбір сөзі өнеге болып қалып кеткен екен. Біз және ол кісі айтады, біз дейді басқа пайғамбарлардың өмірінен дейді ерекшелік, мысалы Мұса пайғамбардан бір батырлықты көрсек, Ибрахим пайғамбардан шешендікті көрсек, тағы келтіреді осындай пайғамбар, ана пайғамбардан көретін болатын болсақ, ал Мұхаммед пайғамбардан сол бүкіл нәрсені көреміз дейді. Бүкіл пайғамбардың бойындағы қасиеттің бәрін көріп шығамыз дейді. Сол үшін пайғамбарымыздың өміріне, ол кісінің керімшілдігі, кешірімділігі, сабырлығы, мінезінің көркемдігі, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның мысалы кейбір кешірген нәрселерін, білмеймін, қазірге дейін көп мұсылмандар кешіре алмауы мүмкін. Пайғамбардың сабырлық қылған нәрсесін қазір көп мұсылмандар ондай сабырлық көрсете алмауы мүмкін. Сол күйінде, бірақ сөйткен сондай абзал адамға мәжнун, жынды, сахир, сиқыршы, шаир, ақын, не болса олайдан құрастырып елді алдап жүрген деген сияқты. Фақат саба, діннен шығып кетті деген сөздерді айтқан. Бір өздерінше көсеп шешен болып жүрген адамдар. Олардың қолында билік болды, олардың қолында байлық болды, өздерін ақылды есептеді, бірақ олар қайда қазір? Ешқайда. Қор болып кетті өмірден, байлық билік көмектескен жоқ. Ал пайғамбар Мұхаммед Мұстафаның аты әрбір азанда, әрбір намазда, әрбір дұғада аталады. Қорапанна кезекте пайғамбар дәрежесін көтеріп қойды. Бірақ пайғамбар қандай? Тура сол сияқты пайғамбарымыздың әл-улама варататул амбия, ғалымдар пайғамбарлардың мирасқолы деген сияқты, ғалымдар енді адамдар жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтара бастаса, олар туралы тура хәзір сунан дейді, бұл сүннет дейді. Ол адамның шайтаны, жынның шайтаны, ол ғалымдар туралы өтірік хабарлар таратады. Мұхаммад ибн Абдул Вахаб туралы информацияны оқыңыздаршы. Қандай өтіріктер бар да? Өте үлкен адам сенбейтін ойдан құрастырылған өтіріктер бар. Бірақ сол өтірікке шындай сенетін мұсылмандардың болғаны қатты жүрегімді ауыртады. Неге?
Өйткені оның таухидке шақырғаны бар ма тарамау болу керек. Сол сияқты үлкен имамдар да кезінде сондай сөздерге қалған. Абу Ханифа қандай сөздер естіді өз заманында? Абу Ханифа Номан ибн Сабит, ол кісі қайтыс болған кезде альхамдулилля, мына бидағатшыдан құтылдық қой деп мақтау айтқан мұсылмандар болған. Имам Шафиғи туралы, имам Шафиғи шын атын білесіздер, иә? Мұхаммад ибн Идрис. Ол кісі туралы айтқан сондай өлеңдер шығарып таратқан елдің арасында. Ұйқасында өлеңмен қатты тарайды ғой. Не деп шығарған? Айтады: Захара ражулун исмуху Мұхаммад ибн Идрис, фахуа адарру алал уммати минал иблис деген сөз шығарғанда. Бір кісі пайда болыпты, аты Мұхаммад ибн Идрис, оның мұсылман үмбетіне жасайтын зияны іблістен де жаман дейді. Соған сеніп жүр біреулер, осыны өлең қылып жүр. Олар намаз оқып жүрген. Сонда бұл жерде осындай енді және де бір ақиқат түсініп жақсылыққа шақырып жаманнан қайтарған адамдардың сөзінен құтылып қалғанын көрмейсіздер. Бірақ мақсат не болу керек? Адамдардан мақтау сөз есту емес. Мақсат біреудің жамандаған сөзіне бола уайымдап қалу емес. Мақсат Аллах Тағаланың разылығы. Біз біреулерді жамандықтан қайтарған кезде анау адам мен туралы жаман ойлап қалатын болады деген нәрсені ойламаңыздар. Біреу жамандық қайтарған кезде біреу мені мақтай ма мақтамай ма екен деген сөзді ойламаңыздар. Бірінші орында Аллахтың разылығы болу керек. Өйткені айтты: хайруннас анфағун линнас, адамдар жақсы, адамдарға пайдалырақ болған. Олар түсінбеуі мүмкін. Бірақ сен Аллах үшін істейсің, оның пайдасы үшін істейсің. Сөзімнің соңында айта салайық. Білмесел айтатын мақал дейді, мысалмен кішкене айтылатын сөз түсініктірек болады дейді. Бір судың жағасында отырған кезде мышықтың баласы суға құлап кетеді дейді. Сонда отырған бір жаңағы ғалым кісі, балаға сабақ беруші, мысықтың баласы суға түскеннен кейін обал болмасын деп судан мысықты шығармақшы болады да, түсіп кеткен. Сөйтсе мысық түсінбейді, тырнап жатыр да. Сол ғалым итеріп жүрген сияқты. Жаңағы судан шығарайын деп алайын десе, қолын тырнап жібереді. Сосын қолын тырнаған кейін қолын суырып алады. Елдің бәрі қарап тұр. Сосын қайттан қолын уқалап қойып, қайттан салады, қайттан тырнайды. Сосын барып қолына бір маты орап, сөйтіп салып, жаңағы сөйтіп шығарайын жатқан кезде біреу айтады да: "Ей", дейді да, ғалым айтады, "ақылың жоқ па сенің?" дейді да. "Екі рет тырнап тастады ғой, сабақ алсаң болады ғой", дейді да. "Енді неге құтқарып жатсың?" дейді да. Сонда айтады: "Бұл мысықтың табиғаты", дейді. "Мысық", дейді, "ол білмейді, сонда ол табиғаты тырнау", дейді. "Ал мен адаммын, менің табиғатым құтқару", дейді да. Сол үшін өз табиғатыңызға қалуыңыз керек. Біреу мені уахабист деп қойыпты, біреу мені экстремист деп қойыпты. Бұл үйтіп жатыр екен, бүйтіп жатыр екен сөзге алаңдамаңыздар. Ол сөз тоқтамайды. Ол сөз тарай береді. Бірақ мақсат сол тырнап жатқан адамның өзіне жақсылық істеуге тырысуымыз керек та. Сен уахабист деген адамның өзін тозақтан қалай құтқарсам, жәннатқа қалай кіргізсем. Сен жаман адамның өзіне жақсылық қалай жасасам деген нәрсе мұсылман ойында тұру керек. Сол үшін бұл жердегі мұнкаран жамандықты көрсе қайтарсын дегені сол адамға жақсылық ойлап жатқанын түсініңіз бе? Наркоманды наркотиктен, алқашты арақтан, зинақорды зинадан, бидағатшыны бидағаттан, мушрикті ширктен сақтандырып жатырмыз. Неге оны істесек, ол адамға жәннатқа жол сілтегеніміз боламыз. Мүмкін ол түсінеді, мүмкін ол түсінбейді. Бірақтан мақсат Аллахтың разылығы болу керек екен. Аллах білмеген нәрсеміз болса үйретсін, білгенімізге амал қылуды нәсіп етсін.